Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жамбас сан буынының зақымдары және ортан жіліктің проксимальды көздің зақымдары. Біздер енді бүгінгі сабағымызды рөлдік ойындар интерактивті бойынша жүргіземіз. Рөлдік интерактивті әдіс дейміз. Бұл рөлдік ойындар барысында студенттер ұстаздың сүйемелдеуімен жамбас сан буынының ортан жіліктің зақымдары бар науқастың клиникалық көрінісін өздері құрастырады. Рөлдік ойындар барысында студенттер сабақ тақырыбы бойынша білімдерін, құқықтық білімдерін, шешім қабылдау дағдыларын, топта жұмыс жасай білу дағдыларын, кәсіби сөйлеу, сұрақ қоя білу, диалог жүргізуді көрсете алады. Мақсатымыз клиникалық көріністерді сипаттау және оларға сәйкес шешімдерді зерттеу арқылы студенттердің кәсіби практикалық мүмкіндіктерін қалыптастыру. Енді біз сабақ жүргізу үшін алдыменен әр қайсылығыңа мен рөлді берем. Өздерің мінекей науқастың рөлін атқарасыңдар. Дәрігер, жедел жәрдем дәрігердің рөлін атқарасыздар. Қабылдау бөлімі дейміз, сол дәрігер болады бізде. Сосын мамандырылған біздің травматолог болады біреулерің. Сендердің сол тексерулеріңді, ауруды, қарауларыңды қарап тұрып, кейін сендерге жаңағыдай қай жерде қателік жібердіңдер, соны айту үшін бізде дәрігер эксперт аналитик деген бар. То есть сарапшыл аналитик болады. Сонымен осы группаларыңды 7 студент, 7 рөлді ойнайсыңдар. Сөйтіп, өздерің ауруды тексеріп, диагноз қоясыңдар, емін білесіңдер. Міне ол үшін енді мінекей мына рөлді аласыңдар. Түрегеліп, мінекей мына жерде жазылып тұр, нөмірменен қайсы сендерге ұнайды, сол рөлді алыңдар. Алдыңдар ма рөлді? Әрі қайсыңда. Сонымен енді Бексары, қандай рөлді алдыңыз? Рентгенолог. Жанатбек. Қабылдау бөлімі. Құрлыбай, Қарлыбай. Дәрігер лаборант. Қожабаева. Аналитик. Рыскулов. Науқас. Өмірәлі. Жедел жәрдем. Өтеева. Маман, травматолог. Өте жақсы. Мінекей осы рөлдердің енді сол алған карточкалардың сыртында сіздерге тапсырма тұр. Жақсылап солармен танысып алыңыздар. Қандай тапсырма беріледі? Сосын тағы айтатын сөз, мына столымызда осы сабаққа керек материалдар жатыр. Ана қалай өлшеу керек, ана скелетный вытяжение, анакей ортан жіліктің сүйегі жатыр, анау атлас алдарыңда. Міне соның бәрін қолдануларыңа болады. Сосын конспекттерің болса, конспектерді қолдануға болады. Сотка қолданбайсыңдар, кітапты қолданбайсыңдар, учебник дейміз ғой. Ал енді өздерің жазбаларың енді болса, оны қолданасыңдар. Өйткені бүгінгі тақырып кеше сабақта соңында айтқанмын. Ертең біз осындай жамбас сан буынының зақымдары менен ортан жіліктің зақымын өтеміз деп. Сондықтан сендер дайындалып келдіңдер бұл сабаққа. Мына жерде таблица тұр, мінекей ортан жіліктің ішкі құрылысын көрсетіп тұр. Енді осымен бір танысып алсаңдар, кейін рөлдеріңді ойнауға кірісеміз. Бір-бірменен ақылдасуға болады, бірақ та
жауап беріп тұрған кезде енді бір-бірлеріңе жаңағы жауабын айтуға болмайды. Сабақ қой өйткені. Олай. Түсінікті ме? Жарайды. Енді бұған біз уақыт береміз ғой. Бір 5 минут уақыт берейін сендерге. Қарап шығыңдар алдағы қағаздарды. Так, мына ауру кесел науқас жарақатымен, аяғын жарақатыменен жаңа жедел жәрдем дәрігері алып келді. Алып келген үйінде қарайды қазір. Осы біздің жедел жәрдем дәрігері. Ол кім бізде? Мен Сөзсіз. Енді келіп осы аурумен қарайсың. Өзіңше. Жедел жәрдемде. сәлеметсіз бе? Мен Анау сізді жаққа барып тұрады, анау жақында. сәлеметсіз бе? Мен сіздің учаскелік дәрігеріңіз Өмірәлі Майра болған. Сіздің аты жөніңіз кім? Менің аты-жөнім Рысқұл Ерсұлтан. Жасыңыз қаншада? Жасым 70-те. Қандай шағымдармен шақырттыңыз? Қай жеріңіз ауырып тұр? Асықпа. Сол жақ аяғым ауырып. Бұл ауруына қандай себеп? Қалай алдыңыз оны? Азанда жетілердің шамасы ау деймін. Сол кезде асфальттан түсіп келе жатырмын, аяғым тайып кетіп, сол жағыммен құладым да жүре алмай қалдым сөйтіп. Көршілер скорый шақырды. Бұрын сонда жарақаттарыңыз немесе сынықтарыңыз болып па еді? Жоқ, онда болмады. Мен сізге қазір симптомдарыңызды, белгілеріңізді анықтап, алғашқы көмек көрсететін боламын. Науқаста ең бірінші мұнда белгі, науқастың аяғының сыртқа бұрылу симптомы оң. Яғни науқастың табанының сырт жағы, яғни көлденең бағытта орналасқан, және де тізе буыныңыз сыртқа қарай бұрылған. Аяғыңызды сәл көтеріңіз. Қолыңды ал сен, өз қолыңды ал. Көтере алмаймын. Не байқадыңыз? Науқас аяғын көтеруін сұраған кезде, яғни аяғын жерден көтере алмайды. Яғни өкшесі төсекпен сырғанап тұр. Яғни өкшенің жерге жабысқан симптомы оң. Және науқас өзінің тізесімен тізе буынын сәл бөге алады. Аяғыңызды түсіріңіз. Одан кейін өстіп жүктеме жасаймыз. Науқастың яғни ұршық басына, жамбас аймағына, яғни пальпациямен өстіп жүктеме жасаймыз. Не үшін жасаватсың? Өйткені науқас осы жағында сол жағынан құладым, ауырсыну сезімі бар деді. Яғни осы жақта ауырсыну сезімінің бар жоғын анықтау мақсатында. Не анықтадың сонда? Мына жерде ауырсыну анда жақтарыңызда ауырсыну сезімі бар ма? Ол жерлерде жоқ. Бұл жақта ауырсыну жоқ, науқастың ауырсыну сезімі ұршық басы аймағында болып тұр. Яғни Қай жағынан? сол жағында болып тұр. Сол жағында ұршық басының ауырсыну сезімі бар. Яғни менің қоятын болжама диагнозым науқастың шағымдары мен анықталған симптомдарға негізделе отырып, науқастың сол аяғының ортан жілігінің проктималды бөлігінің сынығы диагнозын қоямын. Одан кейін науқасқа алғашқы көмек жүргіземін. Науқасқа ең бірінші ауру сезімін басу үшін бұлшықетке 1% морфин немесе промедол енгіземіз. Одан кейін науқасқа құмсалынған валидті немесе жастықшаларды қоямыз. Науқастың аяғы сыртқа бұрылып тұруына байланысты, яғни жастықшаларды осы сырт жағынан қоямыз. Одан төмен қоятын болсақ, ауру сезімі күшейтіп жібереді. Сол жерінен сырт жағынан, одан кейін сирақ жағынан, тізе жағынан, яғни құмсалынған валидтерді қоямыз. Одан кейін негізінен новокаин ертіндісін стационарда жүргізіледі, бірақ жүргізілетін болса қазіргі кезде, яғни шап байланынан 1,5-2 см төмен, немесе санитариясынан 1,5-2 см сыртқа қарай новокаин ертіндісін енгіземіз. Яғни новокаин енгізу осы үйінде жасайсың ғой? Сол стационарда жасалу керек негізінен. Аппарат жасалынатын болса, стационарда жасайды деген ойын ғой. Ол кезде 20 мл қарап біттің ғой. Ойын диагнозың қандай? Науқастың диагнозы науқастың сол аяғының ортан жілігінің проктималды бөлігінің сынығы диагнозын қойдым. Енді науқасты емханаға жеткіземіз, 4-ші қалалық емханаға ускориймен жеткіземіз, жедел жәрдем көлігімен. Ол үшін не істейсің енді? Сырқатты кушеткамен үйінен жедел жәрдем көлігіне апарып неге жеткіземіз. Кушеткамен? Немен тасисың? Дитерикс несімен. Жедел жәрдем көлігімен. Қай қалыпта алып барасың? Науқас осы жатқан қалпында алып барамыз. Жарайды. Ол үшін қандай қағаз толтырасың?
науқасқа яғни медициналық жедел жәрдемдік стационарлық парағын толтырамыз, аты жөнін жазып. Сол қағазды, да? Жарайды. Саламатсыз ба? Мен қабылдау бөлімінің дәрігері Жанатбек Еркежан боламын. Сіздің есіміңіз, Рысқұл Ерсұлтан. жасыңыз, Жасым 70-те. сізде қандай шағымдар бар? Шағымның сол аяғым ауырады. Бұны немен байланыстырасыз? Азанда сағат 7-лердің шамасында баспалдақтан түсіп келе жатыр. Аяғым тайып кетіп, сол жақ қырыммен құлап, жүрамай қалдым. Көршілерім скорый шақырып, осындай келді. Ал сізде бұған дейін осындай жағдайлар, сынықтар болған ба? Жоқ, болған жоқ. Қазір мен сізге осы нақты диагнозыңды анықтау үшін тексеріс жасаймын. Сізде тексеріс кезінде ауырсынулар болуы мүмкін. Сіз рұқсат етесіз бе? Иә. Ең бірінші тексеріс қай маңы ауыратынын байқап біліп аламыз. Бұл үшін арнайы жаңағы науқас сол аяғының ауырсынуына шағымданғаннан кейін осы сол аяқта пальпация жасау арқылы Мына жерлер ауырады. ауырсынуларды байқаймыз. Осыдан кейін жаңағы сол аяғында ауырсыну білгеннен кейін енді біз сантиметрлік лентамен абсолютті және де салыстырмалы ұзындығын өлшейміз. Ең бірінші сау аяғынан, яғни оң аяғынан бастаймыз. Ең алдымен салыстырмалы ұзындықты өлшейміз. Бұл үшін жамбас қуысының алдыңғы жоғарғы өсінісінен бастап жаңағы ішкі тобыққа дейін өлшейміз. Бұл жерде біздің Сәлеметсіз бе? Мен дәрігер рентгенолог Бексар Несібек боламын. Сіздің толық аты жөніңіз? Рысқұл Ерсұлтан. Жасыңыз нешеде? 70-те. Қай жағыңыз ауырып жатыр? Сол аяғым. Мына жерлер ауырады. Мен сіздің қазір ортан жілігіңізге рентген снимкасын жасаймын. Бүйір және тік бағытты, екі бағытты проекция бойынша жасаймын. Сізге екі проекция бойынша рентген снимкасын жасадық. Рентген снимкасы кезінде жаңағы сынық сызығының ортан жіліктің мойын бөлігіне сызық пайда болған, сынық пайда болған. Бұл жерде мойын диафизик бұрыш 127 градусқа сәйкес болу керек. Сіздің сынығыңыз 115 градусқа дейін кішірейіп, бұрылып кеткен. Сізге тік және бүйір бағытта екі проекция бойынша рентген снимкасын жасадық. Рентген снимкасының қорытындысы бойынша ортан жіліктің мойын бөлігінде сынық сызығы пайда болған. Ол жерде мойын диафизик бұрыш 127 градусты құрау керек, ал сізде 115 градусты құрап кішірейіп кеткен. Яғни менің қорытынды диагнозым бойынша сол аяқтың ортан жілігінің мойын бөлігінің тайған сынығы, яғни варусты сынық. Мен лаборант дәрігер Қарлыбай Айбек. Сіздің жалпы қан анализінде аса өзгерістер жоқ. Гемоглобин 126 грамм на литр, эритроциттер 3,9. Оның 12 дәрежесінде. Эритроциттердің тұну жылдамдығы 2 мм сағатына. Ал зәр анализінде де аса өзгерістер жоқ. Бұл жерде белоктар көрінбейді, және қанттар жоқ. Эритроциттер көру аймағында 0,01 грамм на литр. Жалпы зәр анализінде зәр мөлшері 1200, белоктар көрінбейді, қанттар жоқ, эритроциттердің көру аймағында 0,1. Және бұл қан анализі және зәр анализі айтарлықтай өзгермеген, төмен көрсеткіш деңгейінде. Мына енді осы біздің сабағымыз осыменен бітіп келе жатыр. Мына рөлдік, ойындық деген сабақты біз ойдағыдай өткіздік деп есептеймін. Кемшіліктер бар әрине. Ол кемшіліктерді жаңа біздің аналитик Қожабаева дұрыс келтірді. Дәрілеріңе баға кемшіліктеріңді айтып, өзінің замечаниясын айтты. Мен онымен келісем. Врач-лаборантымыз бізге шамалы формуласын толықтау кетіру керек еді. Ол төменгі норма дегенмен де ол қандай цифрлар салыстырмасын айту керек еді. Врач жедел жәрдем дәрігері, оның бір кемшілігі жаңадай үйде жатқан ауруға новокаин айдаймыз дегені ол дұрыс емес. Новокаин біз білесіңдер, это процедура асептік жағдайда жасайды, ол тек қана стационарда. Сондықтан
укол саламыз деп айтқанына қандай укол керек екенін енді аналитик оны толтырды. Өйткені біз анандай наркотикалық дәрігер үлкен кісілердің демін шамасы шектейді, ол рас. Сол себептен анальгетик, наркотик емес анальгетиктерді айдау керек деген замечаниясына мен қосыламын. Бірақ қайда алып бару деген мәселені ол жақсы шешті. Именно стационарға алып барайық, қандай қалыпта алып баруын, тағы да иммобилизация дейміз, ол жағында да тоқталды. Мысалы, шина бұнда жерде керек емес. Мына жамбас ортанжылықтың проксималь бойы сынығында, әсіресе мойын сынығында оған жеткілікті ана жан жағынан, аяқтың сырт жағынан қойған, құм салып қойған қалталар деді, онысы дұрыс. Енді кімге келсек, приемный отделение дейміз, қабылдау бөлім дәрігері, жалпы ол кісі травматолог емес, ол өзі терапевт болуы мүмкін дедім мен, кардиолог болуы мүмкін, кезегімен дежурствода отырған дәрігер. Сондықтан оның айтқанда аналитиктің кейбір замечанияларына оған қосыламын, бірақ ол да өз рөлін жақсы атқарды. Қай жаққа жолдама беруді, лаборантқа уақытында берді направленияны, рентгенологқа, мамандықты уақытында шақырды. Сол себептен қабылдау бөлім дәрігері өзінің рөлін жақсы атқарды. Ал историяны сырқатнаманы толтырды. Енді рентгенолог заключениясын жаңағыдай варусный перелом деп қойғаны, ол оның жақсы білетіндігін көрсетті. Сүйектің жаңағыдай мойының ортаңғы біз айтамыз, медиальный перелом деген сөзді айтпадыңдар, бірақ сендер. Сол жерде травматолог әсіресе мамандырған, ол өзінің тереңдеу білімін көрсетіп жүру керек еді осы жерде. Сендер білулерің керек, жамбас сүйектің проксимальды бөлігінің сынықтары айтамыз, буынішілік, буын сыртқылық болады ғой. Сіздер мінекей буынішілік ол бағанағы біз айтқан мойын сынығы дедік, ал буын сыртқы латеральный перелом ол ұршықтардың сынығы ғой. Сондықтан осындай ерешіктерді көрсетіп беру керек еді травматологқа. Енді қорытынды диагнозбенен шешім дұрыс айтты, ақылдасты. Өзі бірден операция жасаймын деп қала беруге болмайды. Бұл жерде ондай шешімді қоғаммен бірге шешу керек. Мысалы, замглавврач по лечебной работе дейміз, ана ем жұмысы бойынша бас дәрігердің жәрдемшісімен ақылдасамыз. Енді бұл жерде біздер өздеріңше ақылдасыңдар, дұрыс қылыңдар, консилиум дейміз бұны. Консилиум жасап, бір шешімге келдіңдер. Диагнозда клиникалық, сосын емінде. Енді протездеу деген қорытынды ол дұрыс. Енді сонымен қазір біз осы сіздердің жауаптарыңа баға қоямын мен. Бағаларыңды айтайын. Бексары біздің ол приемный бөлімінің, то есть приемный емес, бізде ол рентгенолог болды ғой, рентгенолог жақсы заключение жат 90. Жанатбек қабылдау бөлім дәрігері. Жанатбек қабылдау бөлім дәрігері бұлда жақсы толтырды бәрін 90. Қарлыбай лаборанттардың біз жаңа кемшіліктерін айттым, бұл 80 балл. Қожабаева аналитик бәрін көріп қорытынды беру деген оңай емес, бәріне жақсылап келтірді 95. Рыскулов ауру жөнінде бұл өз міндетін жақсы атқарып, бәрін біліп отырды 90. Өмірәлі бұл травматолог па? Кім? Жедел жәрдем. Жедел жәрдемді бұлда енді бір шамалы кемшіліктер болды, дегенмен жақсы болды 85.
Так, Өтеева бұл травматолог қой біздің мамандық. Енді мамандығымыз сіздер таппаған симптомдар келтіріп бәрін жақсы айтты. 90. Міне сонымен бағаларың жоғары. Өйткені жақсылап дайындалып келгендерің сезіліп тұр. Міне осыменен енді біздің клиникалық жағын бітірдік. Енді оны жалғастыру үшін, мысалы, осыны білгендерімізді ойда жақсы сақтау үшін, анау компьютерный класс деген бар. Сонда тесттерменен танысасыңдар, компьютерный класстарда. Ал мына сабағымызды, осы рөлдік ойынымызды осыменен бітіреміз. Рахмет.